Сәлеметсіз ме балалар? Бүгін 123-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Ел ордасы елімнің үстеу. Сөйлемдегі қателерді табамын, түзетіп жазамын, үстеулерді ажыратамын және қолданамын. 12-ші жаттығу. Өлеңді тиісті тыныс белгісімен толықтырып жаз. Елордам менің Астана, осында жаңа бастама. Сәулетті зәулім үйлер көп, көрікті сондай жас қала. Үстеуді тап, оған сұрақ қой. Бұл жерде үстеу осында, қайда деген сұраққа жауап береді. Қайда сұрағына жауап болатын үстеулерді мекен үстеулері дейді. Мысалы, жоғары көтерілді, ілгері жүрді. Бұл жерде жоғары қайда, ілгері қайда деген сұраққа жауап береді. 13-ші жаттығу. Берілген үстеулерді қатыстырып сөйлем құра. Алға, ілгері, төмен, артта деген сөздер берілген. Алға қойған мақсатты орындау қажет. Ілгері жүріп еді, ағаштың басындағы балапанды көрді. Қолындағы добы түсіп кетіп төмен сырғыды. Артта келе жатырған інісін байқамады. 14-ші жаттығу. Көп нүктені орнына төмендегі мекен үстеулерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Керек сөздер: тысқары, Жолшыбай мұнда. Айбар Нұрсұлтан қаласында. Оны мұнда келгеніне көп болған жоқ. Туған жердің қадірін тысқары жүргенде білесің. Біз Жолшыбай кітап дүкеніне кірдік. 15-ші жаттығу. Сөйлемдердің қатесін түзеп жаз. Үстеулерді тап. Ербол төрде қаннен қаперсіз кітап оқып отыр. Оқушылар кезек-кезек тақпақ айтты. Арай ағылшынша жақсы біледі. Үстеу төрде қайда деген сұраққа жауап береді. Қаннен қаперсіз қалай деген сұраққа жауап береді. Кезек-кезек қалай деген сұраққа жауап береді. Ағылшынша қалай деген сұраққа жауап береді. Үстеулерге сұрақ қойып, мағынасын анықта. Қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Байланысуы: төрде отыр, қаннен қаперсіз отыр, кезек-кезек айтты, ағылшынша біледі. Қалай сұрағына жауап болатын үстеулерді сын-қимыл үстеулері дейді. Мысалы, тез оқиды, ақырын сөйлейді. Қалай тез, қалай ақырын. 16-ші жаттығу. Үстеулерді оқы. Осы үстеулерді білдіретін мағынасына қарай топтап жаз. Мезгіл, мекен, сын-қимыл үстеулеріне бөліп жазу керекпіз. Мезгіл үстеу: әуелден, былтыр, әлдеқашан, күндіз, ежелден, үнемі. Мекен: ілгеріде, тысқары, мұнда, төмен, сонда. Сын-қимыл: жол жөнекей, тез, әрең-әрең, қолма-қол. 17-ші жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Сын-қимыл үстеуін тап. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық қылған жалықпас, үйретуден балаға. Сын-қимыл үстеуі ақырын сөзі. Шығармашылық үзіліс. 18-ші жаттығу. Суреттегі зат атауларының алғашқы әріптерінен мақал құрап жаз. Алыс пен жақынды жортқан білер деген мақал шығады. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.